Имам Науауидің 40 хадисінің 3-ші хадисі. Ислам тіректері. Қадірлі оқырман. Адам баласы үшін ең үлкен жұмбақтардың бірі осы өмір. Күнде таң атысып кеш батып жатқанымен біз өмірдің не екенін, не үшін өмір сүріп жатқанымызды және осы өмірде қалай дұрыс өмір сүру керектігін әрқашан ой елегінен өткізе бермейміз. Алайда өмір жай ғана өтіп жатқан күндер тізбегі емес. Бұл адамға берілген үлкен сынақ. Құнды мүмкіндік, әрі жаратушының аманаты. Өмір кейде шаттық пен қуанышқа, кейде сынақ пен ауыртпалыққа толы. Әрбір адамның өз тағдыры, өз жолы бар. Біреу байлықпен, біреу жоқшылықпен сыналады, біреу қуаныштан жүрегі тасып, енді біреуі өмірдің ауыртпалығынан егіліп жатады. Бірақ бұл сынақтар мен сәттер бекер емес. Өмір адамның рухын шыңдайтын, жүрегін тазартатын мектеп. Сол мектепте әркім өз сабағын алуы тиіс. Ислам дінінде өмірге өте үлкен мән беріледі. Бұл дүниеге келуіміз кездейсоқ емес, Алланың қалауымен. Бізге уақытша берілген бұл өмір мәңгі өмірге дайындық кезеңі. Алла тағала Құранда былай дейді. Ол өлім мен өмірді сендерді сынау үшін жаратты. Сендердің қайсыларың жақсы амал жасайды екен деп Мүлк сүресі 2-ші аят. Қамшының сабындай қысқа болған мына өміріміз шыннан да түс тәрізді. Адам 2-3 секундтық ұйқыдағы көрген түсіміз бізге ұзақ уақыт болып көрінеді. Сол санаулы секундтарда неше түрлі шым-шытыры оқиғаларды көріп тастаймыз. Оянғаннан кейін оның жай ғана түс екенін түсінеміз. Өмір де түс сияқты. Жалған өмір деп бекер айтылмаған. Алайда оның жалған екенін өлген кезде ғана білеміз. Адам жан тапсырған шақта көзі ашылып, өмірдің жалғандығына көзі жетеді. Шын өмірдің өлгеннен соң басталатындығын сонда ғана біледі. Оны ояну дейді. Екі дүниеде бақытты болғың келсе, өлмей тұрып оян дейді Руми. Ояну ол Құдайды танып, Алла тағаланың тыйғанынан тыйылып, бұйырғанын орындау. Ояну ол дүниенің жалғандығын түсініп, ондағы келеңсіздіктердің уақытша екендігін түсіну. Ояну ол барлық нәрсенің өткенше екенін, маңыздысы сіз біздесіп сыйластықпен өмір кешу екенін білу. Ояну ол есеп күні есепке тартылмай тұрып, осы дүниеде өз-өзіне есеп беру. Қысқасы, өлмей тұрып ояну дегеніміз не? Ол дүниеге бұл дүниеде дайындалу керек екендігін ұғыну. Осы өміріміздің мәні неде? Өмірдің мәні туралы ойланбайтын адам бар ма деген сұраққа кім болса да жоқ. Өз өмірінің мәні туралы ойланбайтын, толғанбайтын, мағыналы өмір сүруге әрекет етуге тырыспайтын адам болмайды деп жауап беретін еді. Олай болса, бізде бір уақыт өз өміріміздің мәні туралы ойларымызды ортаға салып көрейікші. Адам санасы дамыған сайын мен кіммін, осы өмірге не үшін келіп, неге өмір сүріп жүрмін, менің өмірімнің мәні неде деген дұрыс сұрақтарды қоя бастаймыз. Алайда бізді қоршаған орта бізге ары қарай толығымен оянуға мүмкіндік бермейтін тіршілік деген ұғым бар. Яғни күнделікті өмірдегі қарбалас өміріміз. Нәпақа табу, күн көру, бала-шаға асырау, жұмыс, табыс табу, тіпті бай болу үшін де күресу. Алла тағала бізді жаратып, осы әлемге келтіргендегі мақсаты және әрбір адамның өмірінің мәні, оның осы өмірге неліктен келгенін түсіну болып табылады. Біздің нақты осы уақытта, нақты осы жерде, нақты қазіргі адамдардың ортасында пайда болуымыздың өзіндік себебі бар. Біз неліктен осы жерде пайда болдық? Және тағдырымыз қандай екенін біз түсінуіміз қажет. Себебі әрқайсымыз осы өмірде өзінің өмірлік мақсатын орындау үшін пайда болғанбыз. Өміріміздің мәнін білу, осы өмірге бізбен бірге келеді. Жер бетіне шыр етіп келген сәттен бастап, адам баласымен бірге өмірге оның осында келу себебі, өз тағдыры, өмірінің мәні мен өз жолы бірге келеді. Біреулер өмір адамға 2 рет келмейді дейді. Сондықтан мынау көк аспан мен жарық күннің астында сайран салып қалу керек. Аузың барда асап қал. Ішіп жей. Кейін сауық құр. Нәпсіңді қандыр. Ләззат ал. Қайсы дұрыс? Мұндай сұраққа сылдырата жауап бере салу қиын емес. Адам өмірінің мәніне қатысты мәселе, ол әр адамның өзінің жеке мәселесі. Осы жерде Аллаху Тағала адамды не үшін жаратты деген сұрақ туындайды. Аллаху Тағала дүниені және бүкіл әлемді адам үшін жаратты. Өсімдіктерді, жануарларды, су, тас, топырақ, жер асты кен байлықтары секілді барлық нәрсені адамның қолдануы үшін жаратты. Ал адамдарды өзін тану үшін және өзіне ғибадат етулер үшін жаратты. Бұл танудың және ғибадаттың пайдасы тағы адамдар үшін. Хазіреті имам Раббани былай деген. Аллаху Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Жаратылу арқылы біз мәртебелендік, біз қадірлендік. Алла тағала Құранда Зарият сүресінің 56-шы аятында адамдарды және жындарды маған ғибадат етулер үшін жараттым делінеді. Мұндағы ғибадат етулер үшін дегені мені танулар үшін деген сөз. Яғни Аллаху Тағаланы тану, иман келтіру үшін жаратылдық. Аллаху Тағала хадис құдсиде барлық нәрсені танылу үшін жараттым деп бұйырғаны да мені тану арқылы мәртебеленулер үшін дегенді білдіреді. Жаннат пен жаһаннам да адамдардың амалдарына қарай жаратылды.
Иман етіп жақсы істер жасаған адамдар жаннатқа, ал иман етпегендер жаһаннамға түседі. Ешкімге зұлымдық етілмейді, ол жақта барлық адамдар жасаған амалдарының қайтарымын алады. Шынайы мумин болу үшін не істеу керек деген сұрақ туындайды. Мумин деген кім, мұсылман деген кім? Күндердің күнде мысырлық Мұхаммед Шағрауи деген ғалымнан сұрапты, мұсылмандар мен мүминдердің айырмашылығы қандай деп. Мұсылмандар исламның парыздарын өтейді, намаз оқиды, зекет береді, қажылық жасайды. Соған қарамастан, олар қоғамның көптеген тұстарынан қиындықта өмір сүреді. Себебі, олар мүмин дәрежесіне әлі де жетпеген. Құранда бұл жайлы былай делінеді. Егер олар шынайы мүмин болғанда, олардың Алла тағала әр істерінде жәрдем берер еді, мүміндерге жәрдем ету бізге міндет болды. Рум сүресі 47-ші аят. Егер олар шынайы мүмин болғанда, Алла тағала олардың басқалардан беделдерін арттырар еді, босамаңдар да қайғырмаңдар. Егер мүмин болсаңдар, әлбетте үстем боласыңдар дейді. Әл-Имран сүресі 113-ші аят. Сондықтан мұсылмандар бүгінде мүминдік дәрежеге көтеріле алмай келеді, әйтсе де, олардың көбі мүмин емес. Шұғара сүресі 103-ші аят. Ендеше мүминдер деген кімдер? Құранда олар жайлы: «Ей Мұхаммед, тәубе етушілерді, құлшылық қылушыларды, мені мақтап мадақтаушыларды, ораза ұстаушыларды, рүку қылушыларды, сәжде етушілерді, жақсылыққа бұйырушыларды, жамандықтан тыюшыларды және Алланың тыйған нәрселерінен сақтанушы мүминдерді сүйіншіле» делінген. Тәубе сүресі 112-ші аят. Сондықтан нағыз мүмин дегеніміз әрбір құлшылықта шынайы ықылас таныта отырып, одан ешқандай пайда іздемейтін, тек Алланың ризашылығын көздейтін, ақырет дегенде дүниені ұмытатын, адамдықтың кемелдігіне жеткен адам. Келесі аяттарда шынайы мүміндердің қатарына кімдер жататындығы баяндалған. Егер мүмін болсаңдар, Аллаға және оның пайғамбарына бойсұныңдар дейді. Әнфал сүресі 1-ші аят. Демек, мүмін болудың бірден бір шарты әрбір нәрседе Аллаға, оның пайғамбарына бойсыну. Имам ән-Науауидің 40 хадисін түсіндірудегі толыққанды жинақ кітабы Әл-Уафи фи Шарх әл-Арбағин ән-Науауия. Кітапта имам ән-Науауи, пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уа сәлләм менің айтқанымды естіп, ол сөздерді ұғып, түсініп және адамдарға қалай естісе сол қалпынша жеткізген адамның Аллах тағала жүзін нұрландырсын деген сөздерін басшылыққа алдым. Бұл сөздердің растығына әрбір зерделі адам көзін жеткізеді. Ал мен ұлы Аллах тағалаға сүйеніп, өзімді оған бүтіндей тапсырамын дейді. Кітапта ардақты пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уа сәлләм 40 хадисіне кең көлемде түсіндірме берілген. Әрі онда шариғаттың негізгі мақсаттары қамтылған. Бұл хадистердің барша адамзатқа зор тағылым беретіні баса көрсетіледі. Ән-Науауидің жинағындағы 40 хадистің әрқайсысы діннің үлкен қағидаларын қамтиды. Ғұламалар бұл хадистердің барлығы сахих, сенімді және олардың басым көпшілігі имам Әл-Бұхари мен Муслимнің сахих кітаптарында келген. Әр хадис исламның ең үлкен негіздерінің бірі болып табылады. Ол хадистерді әлемде исламның тіректері деп атаған. Бұдан басқа автор осы хадистердің тек сахих, тура болғанына және олардың көпшілігі сахих Әл-Бұхари мен сахих Муслимде болуын қадағалаған. Ән-Науауиден кейін де 40 хадис талдалған. Дегенмен көп ішінде Науауидің Арбауна Науауи атты еңбегі күллі мұсылман әлемінде ең танымал әрі ең кең тараған. Құрметті оқырман, бүгін сол 40 хадистің 3-ші хадисіне тоқталамыз. Ол ислам тіректері және оның негізі деп аталады. Әл-Бұхари, Муслим, Әт-Тирмизи, Ән-Насаи және имам Ахмад. 3-ші хадис. Ислам тіректері. Әбу Абдуррахман Абдуллах ибн Умар ибн Әл-Хаттаб радиаллаху анхума. Аллах елшісі салаллаху алейхи уә сәләм, ислам 5 тірекке құрылған. Аллахтан басқа ешбір құдай жоқтығына және Мұхаммед Аллахтың елшісі екендігіне куәлік беру, намаз оқу, зекет беру, қажылық өтеу және Рамазанда ораза тұту деп айтқанын естідім деген хадис. Әл-Бұхари, Муслим, Әт-Тирмизи. Хадистің маңыздылығы. Ислам тіректері туралы бұл хадис ең ұлы хадистердің қатарына жатады. Ол ислам қағидаларының бірі және дін үкімдерін жалпылама қамтыған. Өйткені онда бұл діннің ілімі, діннің неге негізделгені мен оның ұстындары, тіректері туралы айтылған. Құран кәрімде де осы ұстындар жайлы сөз болады. Хадисті және оның неге жөн сілтейтінін түсіну. 1. Ислам ғимараты. Хадисте пайғамбарымыз салаллаху алейхи уә сәләм өзімен бірге әкелген, соның арқасында адам баласы имансыздықтан, куфрден құтылып, жаннатқа ену және тозақ отынан сақтану құқығына ие болатын ислам дінін іргесі мызғымас берік, мықты ғимаратқа ұқсатады және ол негіздерді баяндап береді. Кімде кім шын ықыласымен Аллахтан басқа ешбір құдай жоқ деп айтса, ол жаннатқа кіреді дейді. Әл-Баззар, сахих. Намаз оқу. Мұнда шарттар мен парыздарын, сүннеттері мен әдептерін толық орындай отырып, намазды үнемі, уақытылы өтеу туралы айтылған.
Бұлай істеу мұсылманның жан дүниесінде өз жемістерін беріп, оны барлық жиренішті де тыйым салынғандардан аулақ етеді. Өйткені Аллах тағала намазды толық орында. Күдіксіз намаз арсыздық пен жамандықтан тыяды. Анкабут сүресі 45 аят деген. Намаз мұсылманның белгісі, мүміннің рәмізі. Себебі Аллах елшісі салаллаху алейхи уә сәлләм адамды кәпірлікпен, көп құдайшылдықтан, ширктен ажырататын намаз. Муслим. Намаз діннің тірегі. Әбу Нуғайм, Хасан хадис деп айтқан. Бұл зекет беру. Яғни байлығы нисапқа. Нисап байлықтың шариғат бекіткен мөлшеріне жетіп, зекет беруге міндетті болған. Әрбір адамның өз мүлкінің белгілі бір бөлігін кедейлер мен заттай көмекке зәру адамдарға беруі. Аллах тағала мүміндерді сипаттай келіп, олар зекетті өтеушілер. Муминун сүресі 5 аят. Малдарында қайыр сұраған және байлықтан махрұм қалған кісілер. Бұл жерде арлануы себепті басқалардан еш нәрсе сұрамайтын және өзінің мұқтаждығын өзгеге білдірмейтіндер туралы айтылған. Үшін белгілі үлесі, яғни беретін зекеті бар болғандар. Мағариш сүресі 24-25 аяттар деген. Сондықтан зекет беру белгілі бір дәрежеде мүліктік шығын жұмсауды қажет ететін және әлеуметтік теңдікті сақтауға, кедейлік, мұқтаждықпен күресуге мүмкіндік беретін, сондай-ақ мұсылмандар арасында сүйіспеншілік, мейірбандық қатынас пен өзара сыйластықты арттыра түсіруші құлшылық түрлерінің бірі болып табылады. Қажылық, яғни қажылық айларында, анығырақ айтқанда Шәуәл, Зул-Қағда айлары мен Зул-Хижр айының алғашқы 10 күнінде Мәшидул Харамды зиярат етіп, Аллах елшісі салаллаху алейхи уәсәләм үйретіп көрсеткен белгілі діни жоралғыларды орындау. Құлшылықтың бұл түрі мүліктік шығынмен бірге адамдар тарапынан күш-қайрат жұмсауды талап етеді. Ол жеке адамға да, қоғамға да үлкен пайда келтіреді. Сонымен бірге қажылық күллі мұсылманның бір-бірімен кездесуіне тамаша мүмкіндік береді, әрі мұсылмандардың өте үлкен құрылтайы іспетті болып өтеді. Аллах тағала адамдардың арасында жүріп оларды қажылыққа шақыр. Олар саған қарай жаяу және арықтаған түйе үстінде алыс жолдардан келеді. Олар өздерінің діни және дүниелік пайдаларына куә болсын, әрі белгілі күндерде Аллах өздеріне ризық етіп берген малдардың басында Аллахтың атын еске алсын, құрбандық шалсын. Хаж сүресі 27-28 аяттар деген. Міне осы себепті қажылық үшін үлкен сауап уәде етілген. Бұл жайында пайғамбарымыз салаллаху алейхи уә сәлләм қабыл болған қажылық үшін жаннаттан басқа сый болмайды дейді. Сахих хадис. Әл-Бұхари, Муслим. Қажылық хижра жыл санауы бойынша 6 жылы. Кей ғұламалардың пікірінше қажылық хижраның 9 жылы парыз болған. Аллах тағаланың жолға шамасы келген адамдар міндетінде Аллах үшін үйді, яғни Қағбаны қажылық ету парызы бар деген сөзімен парыз етілді. Әлі Имран сүресі 97 аят. Рамазан айында ораза тұту. Ораза тұту хижраның 2 жылы. Аллах тағаланың Рамазан айы сондай бір ай, онда, яғни ол айда адамдар үшін тура жол және сол тура жолдың анық түсіндірмесімен ажыратушысы ретінде Құран түсірілді. Сондықтан сендерден кім осы айда өз елінде дені сау болса, ораза ұстасын деген сөздермен Бақара сүресі 185 аят. Мұсылмандарға парыз болды. Құлшылықтың бұл түрі адамның жанын тазартады. Рухты жоғары көтеріп, денсаулықтың мықты болуына мүмкіндік туғызады. Сондай-ақ Аллах тағаланың бұйрығын орындап, разылығына жетуге ұмтылып, ораза тұтқан адам үшін құлшылықтың бұл түрі оның күнәлардан арылуына және жаннатқа кіруіне себеп болады. Өйткені пайғамбарымыз салаллаху алейхи уа сәлләм кім Рамазан айында Аллах тағаладан сауап үміт етіп, шын сеніммен ораза тұтса, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі деп айтқан. Ислам тіректерінің өзара байланысы. Ислам тіректерінің барлығын ұстанған адам мұсылман саналады және толық иманға ие болады да, бұлардың ешқайсысын орындамаған адам әлбетте имансыз болады. Ал бұл тіректердің қандай да біреуін мойындамаған адам ғұламалардың бірауызды пікірі бойынша мұсылман емес, ал барлық тіректерді мойындап, олардың куәліктен басқа біреуін өзінің ынтасыздығы себепті орындамаған адам фасих саналады. Сондай-ақ барлық тиісті амалдарды орындағанымен, оларды тек сөз жүзінде ғана құптаған адам екі жүзді мұнафық болып табылады. Яғни іштей, жүрегімен құптамайтын адам. Құлшылықтың мақсаты. Исламдағы құлшылықтың мақсаты оның бейнесі мен сыртқы көрінісінде емес, керісінше сол амалдарды орындаудағы үйлескен мән мағынада. Мәселен, егер оқылған намаз жиіркенішті және ұятты іс-әрекеттерден қайтармаса, ол намаздан пайда жоқ. Сондай-ақ ұстаған ораза жалған сөйлеу мен күнәлі сөздер айтудан тыймаса, ол оразаның да пайдасы жоқ.
Сол сияқты сырт көз үшін немесе жақсы аталу үшін істелген қажылықтың да, зекеттің де пайдасы болмайды. Мұнан жоғарыда аталған ғибадат түрлері өз нәтижелерін бермесе, оларды тоқтату керек деген ұғым туындамайды. Мұндағы мақсат адам жанын шын ықыласпен ғибадат етуге және кез келген ғибадаттың жоғары дәрежесіне жетуге ұмтылдыру болып отыр. Иман тармақтары. Бұл хадисте аталғандар исламдағы иманның барлық тармақтарын қамтымайды. Олар тек аса маңыздылығы себепті қысқаша сөз етілген. Негізінде бұлардан басқа да көптеген тармақтар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәләм, иманның 70-тен аса тармағы бар деген сахих хадис әл-Бұхари, Муслим. 5-ші хадистің түйіні. Бұл хадис ислам, сенім мен амалдың үйлесімі екендігін білдіреді. Сондықтан имансыз амал зая кетеді. Ал иман амалмен бекітілмесе, ол ешқашанда толыққанды сипатқа ие бола алмайды. Әл-Уафи. Имам ән-Науауи таңдаған. Хадис шархы кітабынан алынды.